Сәлем, сіздермен жол болғыш. Бүгін көп кітап оқығым келеді, бірақ мотивация жоқ, не істеу керек деген сұраққа жауап беретін боламын. Комментарийде жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Кеттік. Бірінші бізде бұл сұрақты, егер сіздің миыңыз көп кітап оқығым келеді, бірақ мотивация жоқ деген бір ой туындаса миыңызда, екінші логикалық тұрғыдан сіздің миыңызда туындау керек сұрақ, ол не үшін мен көп кітап оқығым келеді? Өйткені сізге негізінде мотивация да керек емес, мотивация керек емес сізге. Сізге жай ғана осы не үшін кітап оқығым келеді деген сұраққа жауап керек. Егер сіз үшін нақты жауап болса, сол сұраққа болды, сіз кітап оқисыз. Өйткені сіздің миыңыз үшін ол логикалық тұрғыдан нақты жауабы бар сұрақ. Жұрт үшін ол абстракты болуы мүмкін, бірақ сіз үшін ол нақты жауап болу керек. Білмеймін, біреуді осып кеткім келеді, біреумен челлендж ұйымдастыру, жай ақылды болу, жай көп кітап оқу болсын. Жай көп кітап оқу деген негізі болмайды. Нақты бір адамда себеп болу керек деп ойлаймын. Бірақ мысалы хобби ретінде болса, онда көп кітап оқу емес, жалпы кітап оқу хобби. Көп кітап оқу деген хобби болмайтын шығар. Жалпы осындай. Мен 4 нәрсе жаздым. Екінші жазған нәрсем ол эстетика. Бірақ шыны керек қазір эстетика мен кітап оқудың ортақ қай жері бар екен өзім есіме түсіп тұрған жоқ. Сондықтан бір нәрсе ғана есіме келеді, ол егер сіз әрине жеке кітапхана жинайтын болсаңыз. Бірақ жеке кітапхананы жинау үшін біріншіден ақша керек, екіншіден жинайтын жер керек. Сосын оларды жай ғана жинай ма, оқи ма, ол енді өз ісіңіз. Бірақ қазіргі таңда қағаз кітаптар шынымен де қымбат тұрады. Егер қатты мұқабада болса, одан бетер. Әйтеуір жай ғана кітап оқу, бірақ қазіргі таңда бір жағынан жақсы ма, жаман ба білмеймін. Бірақ басқа нәрселер сән болғанша, кітап оқу сән болған жақсырақ шығар деп ойлаймын. Сондықтан эстетиканы қосып қойған шығармын. Үшінші бізде жарысу, жаңа айтқандай, егер мысалы досыңызбен, ата-анаңызбен, бауырларыңызбен, көршілеріңізбен, сыныптастарыңызбен, оқырмандарыңызбен жарысатын болсаңыз, ол керемет. Айтады ғой, жақсылық жасап жарысайық деген сияқты, кітап оқып білім алып та жарысу менің ойымша жақсы, керемет идеялардың бірі. Төртінші бізде жалпы ақылды болу деген деп жазғам енді, бірақ бұл бізде андай кәдімгідей абстрактты ой, өйткені білгенім 19, білмегенім 99 дейді. Сондықтан ешқашан бір шегіне жетпейсің. Білім инемен құдық қазғандай, қанша оқыған сайын өзіңді бір оқымағандай сезінесің. Оқыған сайын көзің ашылудың орнына керісінше дым білмейді екен деп ой туындай бастайды. Өзіне деген сенімділігін жоғалады, сенімсіз бола бастайсың әр айтқан сөзіне, әр айтқан іс-әрекетіне. Өйткені әр кітапты оқыған сайын әр кейіпкердің, әр авторының өзінің көзқарасы бөлек, неше түрлі адамның ойы болуы мүмкін. Әлемде қаншама әртүрлі осындай жаңағыдай көзқарастар бар, әртүрлі градустардан қарауға болады кез келген ситуацияға. Сондықтан шынымен де нақты мынау ақ, мынау қара деп айтудың өзі қиындап кетеді. Онсыз да осындай жеңіл емес өмірде деген сияқты. Бірақ сонда да егер кітап оқуды әдетке айналдырғыңыз келсе, немесе жалпы кітап оқу сізге қызықты болса, онда мен ойымша бұндай сұрақ туындамайды. Кітап оқығым келеді, бірақ мотивация жоқ деген мен ойымша бір-біріне қарама-қайшы нәрсе. Өйткені шыны керек кітап оқығым келеді деген ой туындағаннан кейін, ар жағында мотивация жоқ деген жоқ. Жай ғана кітап оқығың келе ма, сен барысында кітап оқисың. Мысалы, бір тамақты жегім келсе, мен сол тамақты жегім келіп тұрады, сол тамақты жемегенше бірі тынышталмайды жан дүнием деген сияқты ғой. Ал ар жағында мотивация жоқ деген сөз, ол сіз кітап оқығыңыз келмейді, біреу сізге кітап оқы деп айтып тұрғандай сезіледі менің ойымша. Өйткені мен кітап оқығым келе ма, нақты мен барамын сол кітапты оқимын, маған қызықты, бір фильм көргім келе ма, барып сол фильмді көремін деген сияқты. Бір нәрсе сатып алғым келсе де, бір зат ұнап қалса да, сондай ғой адам. Сондықтан егер ол сізге керек болса, сізде мотивация жоқ деген сөз пайда болмайды деп ойлаймын. Ол сізге керек емес. Кітап оқу сізге керек емес. Егер сізде мотивация жоқ деген сөз пайда болса, ол кітап оқу сіздің атаңызға, досыңызға, мұғаліміңізге, тағы біреуге керек, бірақ сізге емес. Менің жауабым осындай. Сіздер келісесіздер ме? Пікірлеріңізді төменге жаза кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.